гүлдер бүршігі жарым. Келді көктемім, жаңа бөріміз қуанып жасымызда кәрімізде саламыз шаттық әнге бәрімізде. Наурыз көктем ару ағайын, құтты болсын наурыз, жадырасын жаныма жаныма. Наурыз құтты болсын ағайын, алғысыңды жаңарып күні төрленді күні дала, көңілде жүрміз гүлденді әсем қала. Қуанып жасымызда кәрімізде саламыз шаттық әнге бәрімізде. Наурыз көктем ару ағайын, құтты болсын наурыз, жадырасын жаныма жаныма. Наурыз құтты болсын ағайын, алғысыңды Ұлыстың ұлы күні қасиетті ақ дүниенің қарны жарылған керемет ұлы мерекеде осы атажұрт төріне келіп қоныстанып Астана маңайында үлкен іргелі ел болып жатырмыз, Құдайға шүкір. Елге ел қосылса құт деген. Сондықтан мына осы керемет мерекені осында жиналып атап өтейік деп керемет бір жақсы дәстүрмен ұйымдастырып жатқан жайы бар ағайын. Сондықтан осы мерекені тек жеп ішіп кету емес, білесіздер, ішкен жеген іште қалады, ойнап күлген есте қалады дейді. Ұрпақтар сабақтастығы болсын, бабадан қалған дәстүрлер жаңғырсын. Қазір елбасымыз білесіздер, рухани жаңғыру болашаққа бағдар аясында ұлттық кодымыздан жаңылмау, дәстүрді сақтау, оны ұрпаққа жеткізу, сол жүріп жатыр. Соған осы қандас бауырларымызда, оның ішінде осы іле күрестен келген, қасиетті өлкеден келген бауырларымызда соны жек қана бас қосып, ақай-уақай болып өтіп кетпесін, мәдени түрде ерекше өтейік деп, ең дәмді бал бауырсақ, ең дәмді қымыз бен шүбәт, ұлттық қолөнер шебері, дәстүрден қол күрес, асық ату, көкпар, осында бәрі болады қазір. Сондықтан мынау қонақтарымыз, аталарымыз, ақсақалдарымыз, ар жағы сонау Көкшетаудан, Арқадан, Торғайдан, Алатау етегінен, осы Сарыарқаның түкпір-түкпірінен келіп жатыр. Қол соғып қонақтарды қарсы алайық.
тақылдап таңдай, сайра сырнайды саздай. Наурыз көркем күйгенгендей көктем, берді жақсы жыл хабар. Көшкен күйгергендей көктем, қатар ұшқан тырналар. Күлімдеп құлпырады қырат, жасыл әлем айнала. Сыңғырлап болақ, сылдырлап қорап, самал ескен жайғана. Наурыз келді, мәз қып мереке елді. Береке берді, бекітіп белді, гүлге жайқақты жерді. Наурыз қандай, тойға келіңіз қалмай. Сақылдап қаздай, тақылдап таңдай, сайра сырнайды саздай. Наурыз Наурыз келді, мәз қып мереке елді. Береке берді, бекітіп белді, гүлге жайқалды жерді. Наурыз қандай, тойға келіңіз қалмай. Саңқылдап қаздай, тақылдап таңдай, сайра сырнайды саздай. Наурыз күнде ұйымдастырып жатқан жоқпыз. Осы наурызды ұйымдастырудың өзі де оңай болған жоқ. Осы жасаған ісімізді енді халыққа көрсету керек, тарихқа қалдыру керек. Сол себепті мынау елордамыздың төріндегі күллі қазақ даласы ғана емес, тмд елдеріне тарайтын Астана телеарнасы түсірілім жасап жатыр. Көрдіңіздер бағана. Біздің Ақбата қызайлардың наурызды қалай тойлауы, соны көрсетіп жатыр. Сондықтан сіздер де кішкене түсіністікпен қараңыздар ол жағына. Сол себепті біраз уақыт соның түсірілімдер жүрді. Сол себепті сәл кешігіп бастап жатырмыз. Айып етпей түсініп, ертең қайта біз мақтанамыз. Басқа халықтар көргенде мына қызайдың ұрпақтары, күнестіктер қалай тойлайды наурызды, осылай тойлау керек қой деген басқаға ой салу, жаңғырту, ата дәстүрдің, баба дәстүрдің қалай өркендеп жатқанын, соны біз қалай жеткізіп, осы наурыздың мәнін, сәнін қалай келтіріп ашып жатырмыз, маңызын, соны көрсету болып жатыр. Сол жағына кішкене түсіністікпен қарай. Той басталғанға дейін үздік қолөнер шебері, балалар көркем сурет байқауы, ең дәмді бал бауырсақ, ең дәмді қымыз бен шүбәт, ең дәмді айран және осы тағы да басқа жарыстар өтті. Осы бойынша жеңімпаздарды қазір марапаттау болады осы наурыздың аясында. Тағы да басқа конкурстар, ұлттық ойындар болады, соған да белсене атсалысады деп ойлаймын сіздерді. Кемқалдық наурызға қадам басып, бақытқа жеткізеді адал кәсіп. Ассалаумағалейкум баршаңызға, алайық алдыменен амандасып. Арайлап атқан тағы бар, қорасы толы малы бар, жұмсақ жылы желі бар, өкмелдір айдын көлі бар. Осындай менің жерім бар, біздің отан кең байтақ, қазақтың ата мекені, біз құшақты кең жайсақ, әлемге сыйып кетеді. Тату еліміз табысқан, Қазақстан, Бағыстан, төлдеп жатыр малымыз, қазан толы сарыуыз, дастарханда дәніміз, қош келдіңіздер бүгінгі бас қосуға бәріңіз. Ойнап күліп қайтыңыздар, үлкен кіші кәріміз, Сарыарқада жайладық, тамыр тартып тұрған соң гүл күрестен нәріміз. Bir қазаннан ас ішіп, bir шаңырақта бас қосқан, қандай жақсы наурыз! Бәрекелді!
Ардақты бауырлар мен түбі бір туыстар, бүгінгі Наурыз мерекесіне басқан қадамдарыңыз оң болсын. Бүгінгі біздің ұлыстың ұлы күні әз Наурыз мерекесін дүркіреген түрде өтсін десеңіздер, сіркіреген ақ жаңбырдай, шатырлаған найзағайдай шапалақтарыңызбен дем беріп отырыңыздар ағайын. Бүгінгі Арқан дастарханымызды жаңбырмен жер, батамен елге көреді деген ата салтымен, дәстүрімен бастағымыз келіп отыр. Сарыарқа төрінде сонау Ленин алатауындай боп ақ қалпақтары жарасып, жайғасып отырған дуал ауыз қарттарымыз бар. Отбасының ұйытқысы, берекенің бастау болып жүрген ауылымыздың ауыз дұғалы ақсақалы Әбеу Сейіт атамызды ортаға шақырып, Наурыз батамен тойды бастайық ағайын. Ұлы соң болсын. Көтеріңіздер білекті, бір жаратушы жалғыз Алла берсін тілекті. Әмин ата, Наурыз батаңызды берсеңіз. Bismillahirrahmanirrahim. Kılıçlı zaman olsun, el yurdum aman olsun. Ortasında beşler ondan varan olsun. Basraday gülgün kalam olsun. Sararkaday dumanlı dalam olsun. Ben teknikam karşılap, Baygomur'da karşılasın zaman olsun. Olsunun benim çıkası yelbasın, Musultan'da calgasından dalam olsun. Atam rayiyesi urfaklarım, kılım benim yazanbaz adam olsun. Adam boldan urfaklar varlıktan aman olsun. Bütün sipa canımlar Allahu Ekber, ihlasım olsun aşağı tamam olsun. Ата, риза болдық, жүректен шыққан ақбатаңыз қабыл болсын. Сіздің де аспаныңыз ашық болсын, ырыздық несібеңіз тасып болсын. Осы ақбатаңыз десіген Астананың кемпірінің бәрі сізге ғашық болсын деп рұқсат қойыңыздар. Ай, бәрекелді. Наурыз керемет мереке ғой, көңіл күйді көтереді, жуан жіңіш кереді, жіңішке үзіледі деп жатады сәуірді. Бірақ аталарымызға ұлыстың ұлы күні ерекше әсер еткен сияқты. Кемпірлер ғашық болсын десе, мұртты бір көтеріп қойып, еркін кетті ғой ана жаққа бәрі. Бәрекелді, Құдай қазыналық аттарымызға қуат берсін, астан дәмден алыңыздар. Осы тойдың енді керемет білесіздер, Ақбатадан кейін қазақтың керемет шашуы жүретінін білесіздер. Сондықтан енді көргенде қуанасың тазауана, құлаққа естілгендей жаз әуені, ақ шәлілі әжелері шашу шашсын, ұлыс күн құтты болсын қазақ елі. Ортамыз ұрпақпенен тола берсін. Әр қазақтың осында жиналған шаңырағында шашу шадаштың мереке бола берсін ағайын. Наурыз айы келді міне қалайық, татулықпен оны қарсы алайық. Күмбірлеген домбырадан күй төгіп, мың бұралып билеп әнге салайық дей отырып, ортаға Айша би тобын шашу биіме шақырамыз ағайын. Қабыл алыңыздар.
бүгінгі думанымыздың бәрі осы қазақ елі тәуелсіздік алып, елге ел қосылып, өңгеніміз, өшкеніміз жанып, өлгеніміз тіріліп, Сарыарқаға келіп биліміне Алла қаласа Астананың 20 жылдығын тойлайын деп жатырмыз. Үлкен ел, іргелі бір жұп болып отырмыз ағайын міне. Осы жерге өзі 100-ден астам осы Астана төріндегі күнестік бауырларымыз жиналып отыр. Қаншамасы келе алмай жатыр. Сондықтан келген адамдарымызға құттарысын, құтты болсын деп отырып, тағы да өзіміздің бағдарламамыздармен бірге жалғастырайық. Осы қазақ ел тәуелсіздік алған кезде бір күн аспан қатып, қуалмаған қазақ қалмады шетелде. Сол жақта жүріп, біз кішкене болсақ та осында ортадағы баршаларымыз қуанып, сағынып, сол сағыныштың желіменен осында келіп жатқан жайларымыз бар. Енді ортаға келіп сол ұрпақтар жалғастырып, осында келіп үлкен өнерге жол ашып отырған бауырымыз Мұзарт Құрманәліұлы, Қазақ ұлттық өнер мектебінің оқушысы, халықаралық жасөспірімдер байқауының гран-при бас жүлде иегері, Грузияда өткен ән байқауының бас жүлде иегері, Аққол дауыс байқауының жүлдегері. Сіздерге арнап елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың сөзінде жазылған Бекболат Тілеуханның әні "Елім менің", қалаңыздар. Айналайын Мұзарт өркенің өссін. Мұзарт деген қазақтың керемет тобы бар, соның аты қойылған осындай ұлдарымыз аман болсын. Көк байрақ желбірететін осылар. Ән шырқалғанда жүрегіміз тебіреніп, осында отырған баршаларымыз осы көк түбінде өлуге дайын қазақсыздар ғой. Сондықтан аман болсын, отанымыз өркендей берсін. Енді ағайын астан дәмнен алыңыздар. Осы жерге өсіп өніп, осы Сарыарқа төрінде
Астананың іргесінде осы Қоянды ауылында Алаш деген мейрамханада Алты Алаштың баласының басы қосылып жатыр. Осы ауылдағы елді басқарып, соған мүмкіндік жасап, мемлекеттің керемет саясатын түсіндіріп, басшы болып отырған ағаларымыз да ұлыстың ұлы күні осында сіздерді құттықтап келіп отыр. Қазақ айтады, Қоянды қазір өсіп өркендеп жатыр, басқа ауылға қарағанда Қоянды 1-2 жылда аудан болатын шығар алла қаласа. Айта берейік ұлыстың ұлы күні жақсы тілекті. Сондықтан ортаға енді осы ауылдың әкімі сіздерді құттықтауға арнайы келіп отырған Ержанов Өміржан ағамыз шақырайықшы. Қадірлі ағайындар, Наурыз мейрамы халықтың асыға күтетін ең үлкен мерекесі. Оның себебі табиғат дүр сілкініп, қыстың суығы қайтып, көктемнің лебі есіп, мал төлдеп, ақ көбейіп, халқымыздың бір жақсы жағдайы шешілетін уақыт. Бұл мейрам тек қана қазақ емес, мынау Орта Азия, Кавказ елдерінің мейрамы, Иран елдерінің мейрамы. Жуырда Астана қаласында Орта Азия мемлекеттері мен 5 елдің басшысы кездесіп, сол жиында осы Наурыз мерекесі, ортақ төл мерекеміз, әрқашан халықтың мерекесі, бірлестіктің мерекесі, болашақ туыстықтың, жаңа бірлесудің мерекесі. Сол мереке міне басталып жатыр. Әлі де жалғасы болатын үлкен тойлар болса, міне бүгінгі осы жиынды ұйымдастырып отырған жеке кәсіпкер азаматтар елдің қамын ойлап, елдің осы уақытта көңілін көтеріп, бір той жасайық деп бүгін міне осы жерде үлкен мерекеде отырмыз. Біріншіден еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Осы жағдайды жақсартатын азаматтарымыз аман болсын. Осы бүгінгі жиынды ұйымдастырып отырған азаматтарға көптен көп рахмет. Міне біздің әйел қауымы да міне өздерінің өнерлерін көрсетіп жатыр. Жасаған тамақтарын, ұлттық бұйымдарды, көрмелерді ұйымдастырып жатыр. Бұл шынында да халықтың бірлесіп атқаратын жұмыстары. Сол бірлігіміз әрқашан ұзағынан болсын, жақсылық көп болсын, жастарымыз аман болсын. Бұл болашақтағы мына жүгіріп жүрген балалардың есінде қалатын үлкен той, осыларын жалғастыратын жұмыстары. Сол балаларымыз, немерелеріміз аман болып, еліміз жақсылыққа жетсін. Дүниені дұрыс көндіріп, табиғатты өзгертіп келген Наурыз мейрамдарымыз құтты болсын. Бәрекелді құтты болсын. Осындай қандастарға құшақ ашып тұратын, қазақ дәстүрін жақсы көретін, ұлттық күні осы қазақтармен келіп бір қазанда Наурыз көрешетін әкімдерді өте жақсы көремін. Аман болыңыздар, аттан түспеңіз. Қазақ айтады, жастығың жайлы болса ұйқың қанар, бастығың жайлы болса ісің оңар дейді. Осындай ұлттық құндылыққа бай әкімдеріміз 14 облыста да отырса екен деген тілек ниет бар. Алла қабыл етсін осы күні. Ардақты ағайынды білесіздер, қасиетті мекенде күн өспеген, айтыңдаршы ағайын кім өспеген? Ата жұрттың төрінде бас қосқанда ақынға туған жерді жыр етпеген, армақ қонып нар шөккен құтты мекен, алтығырдың астынан үне естілген дей отырып, бүгінгі бас қосуға арнайы дайындалған алтын бесік Күнесай деген осы туған жерді еске түсіретін, туған жердің табиғатын еске түсіретін, сол туған жерден шыққан небір дарындар бар білесіздер. Арыдан айтсақ Таңжарық атам айтысқанда ешбір ақын ол кісінің маңайынан да жоламайды. Әшім атамыз қолында домбыра алғанда 12 шектен күй ағады. Одан бергі талай дарындар өткен, Ермұрат Зейіпхан екі дүниеде жалғызым деп, көк тудың желбіреген деп, бүтін күнестіктердің ән ұранын жазып кеткен адам. Одан берді соның ізін жалғасқан кішкентай ұрпақтар бағана шығып жатыр. Оны өздеріңіз де білесіздер. Енді сол бір сәт ата жұрттың төрінде, сол жердегі қанша миллион қазақ бар күнесте? 1 миллион. Бола берсін енді. Сіздер көшіп өтпеңдер. Жалпы мынау
қазақтардың Сычуаны деп айтады екен. Әлемде ең көп халық Қытай болса, ол ең көп қытайлар Сычуанда тұрады екен. Әлемдегі қазақтардан ең көп бір 300-400 мың қазақ тұратын аудан ол Қазақстанда да жоқ, ол күнесте сіздерге батқан. Солардың арасынан арнайы ат дөңгелде болып тарғай шашырап бақтарыңыз бар осы Атажұртқа келіп бұл жерде бас қосқан сіздердің. Сол тамырларыңыз, сол жақтан жапырақтарыңыз Атажұртта жайқалғанмен тамырларыңыз күнестен нәр алып тұр ғой. Сол нәр алып тұрған қасиетті өлкені бір қарап экранға назарларыңызды салып көріп алайықшы. Ал жібере қой өлкен. Байқасаң, іле жердің ортасындай, егерде дене болса қолқасындай, тау алтын тасы күміс ағашы жез, сулары еркек қойдың сорпасындай. Басы көнес өлеңің деген ақын кім едің? Туған жерін аңсамау жұмыр басқа мінедің. Сарыуайым сағыныш табар дейсің кім емін? Бір аралап қайтуға қиял тұлпар мінемін. Кейді өзіңе бұлданып алушы едім көне сай, алыс кетсем мұңданып қалушы едім көне сай. Бауырыңа бір барып енейінші көне сай, көзім алды дымданып келейінші көне сай. Пешенесі ақ өзен, кесенесі бес төбе, алмалы мен телғара анам тіккен кестеме. Қара бура қомданып, нарат қамдап көшкен ел, ақ қолтықтың күнгейлеп соғар желі естеме. Кейді өзіңе болданып алушы едім көне сай, алыс кетсем мұңданып қалушы едің көне сай. Бауырыңа бір барып енейінші көне сай, көзім алды дымданып келейінші көне сай. Өрік тарал жау тоғай, тұнып тұр бір сезіммен, көк шоқанау ботам деп боздап тұрған бозыңген. Бор жусаның бозыңмен, көне зират көзіңмен, тік көтеріп төбеме әкетсем шай өзіммен. Кейді өзіңе болданып алушы едім көне сай, алыс кетсем
яншы Кеңестік редакторы Әділ Фәзілхан арнайы дайындаған Өркен Мұсабек сіздер үшін ағайын. Бауырда бір барып енейінші күнесай көзім алды, тымданып келейінші күнесай дейді. Жатқан жер жәннат болғыр, Ермұрат Зейітхан ағамызға таңжарықтан бергі сожақта қалған, төмпешік болып қалған, біздің күнестен шыққан дарындарға әр намаздан кейін дұға жасап отырмыздар. Жатқан жерді Алла жәннат етсін. Өркен інім айтып жатыр. Осы ән ертеде шыққан ғой. Күнесте жүрген кезде отырыстарда тағы бір жерде тыңдағанда санамызға әсер етпейтін еді. Бір жай ән айтылып жатқан сияқты болатын еді. Ал туған жердің қадірін сыртта жүрсем біріншіден мына жаққа келген кезде өзегіңнен бір өрт лаулап, көзіңнің алдынан жаныңды, дертіңді қозғап, жаныңды тебірентетіп жіберетін ән. Бұл күнестіктердің әнұраны деп ойлаймын өзім. Сондықтан анау біздің көктудың желбірегені Қазақстанның әнұранына пара-парақ болса, анда сіздердің күнесайларымыз күнестіктердің жеке әнұраны. Мұндай аудандарға шығарылған ерекше өміршең ән жоқ ағайын. Құтты болсын тойларыңыз наурыздарда. Осылай басталғанда тойдың басы, тартылар табақ-табақ қойдың басы. Осы әнді тыңдап әрқашан жыласаңыздар, қуаныштан шықсын тек көздің жасы ағайын. Енді мынау астан дәмден тағы да ала отырыңыздар. Бүгінгі осы думанды қазір жалғастырайық. Мына телеарнаға біз қызайлардың наурыз тойлауын қалай көрсетеміз деп жатырмыз. Сондықтан өткендегі ұйымдастырушы жігіттердің арасында қол күрес байқауына, асық ату және арқан тарту бойынша жауапты кісілерге нешелік кішкене дайындап жіберіңіздер. Қазір сол телеарналық түсіріп жасап жібереміз. Жауапты кісілер тезірек орындап дайындаңыздар. Оған дейін сіздердің құрметтеріңізге тағы да бір керемет әншіні шақырғым келеді. Сіздердің құрметтеріңізге осы арнайы өнерпаздар келіп отыр. Бүгін қазақ еліне танымал алаш аспанына ән балқытып жүрген ұлдарымыздың біреуі, қасиетті Торғай өңірінің тумасы, сіздерге арнап бүгінгі әдемі әнін әкеп отыр. Қазақстан дауысының жеңімпазы Шахаризад Сейдахмет «Саған қалқымай» деген әнімен келіп отыр. Ассалаумағалейкум ағайын, ұлыстың ұлы күні әз наурыз құтты болсын. Басқа тойда еместер, бүгінгі тойда сіздермен дидараласқаныма өте қуаныштымын. Бақыттарыңызға, отбасыларыңызға бақыт, тек жақсылық тілеймін. Төрде тұрған біріңіз қарияларымыз аман болсын. Жасап жатқан дүниелеріңіз ұрпақ сабақтастығына айналып, болашақта да үлкен дүрлі думан мерейлі мерекеге айналатын үлкен әдет ғұрыпқа айналсын. Той құтты болсын ағайын.
Бәрекет, рахмет шақа өркеніңіз үстін. Ардақты ағайын, енді мына жерде телеарналық түсірім уақытты кішкене не болып жатыр, сондықтан біздің қол күресімізді, біздің білегі жуан Қажымұханның інісі болған жігіттер біздің күрестерде бар екенін көрсетіп жіберейік. Сондықтан әр столдан 2-3 қол қайырысатын жігіттер келіңіздерші бұл жерге тез-тез. Сен мен демейін, атып шығып, үлкен кіші, жас шектеместе шекте қойылмайды. Қол күресі қазір мына жерде. Тез. Жолбасын айтпайды ол, айтқанын айтпайды ол. Тастан қол күрестің ережесін түсіндіремін азырақ. Екі адам қол күреседі, білектің күші мықтылығы. Тігіп қоямыз, екі рет қайтармай, бір рет қана басамыз. Мына жерде төрешілер қайда өткізетін жауапты кісілер бар. Жеңімпаздар келесі неге өткенше демалып тұруға болады. Міне төреші. Сіз төреші боласыз. Ал екі жігіт бастайды, ал пысыла. Тақтонда қоямыз. Иә. Буындан баспаймыз. Үш дегенде бастайсыз. Жүзіміз қайды, буын қайырмаймыз. Араға шықпаңыздар, отырыңыздар тәртіп сақтап, орындарыңызда. Қазір бұл бір 3 минут болады, 3-ақ минут. Ал кеттік. Қолдай қоямыз. Мына көш осылай болады. Болды. Столдан пайдаланбаймыз. 1, 2, 3. Ай, бәрекелді. Кім атыңыз кім? Ернұр. Қазір бірінші турдан күте тұрмыз. Екінші жұп. Отырамыз, тез-тез. Ертай. Тез, уақыт жоқ. Жоқ, кесен, тез, қоямыз. Столдан пайдаланбаймыз. Шымтасты қақ қоямыз, жөте өжет қақ. Ол 1, 2, 3. Onu tekrar adres attı. Haydi! Hay bereketli. Келес, давай. Киінмен, я, покажи. Сенемге мешет қылатыр. Ана жақта түсіріп жатыр, бұлай тұрды. Давай. Bir, iki, üç, basta, dört. Var mı жақсы? Артаман біраз, артаман. Буын айырмайыз. Ay bereketli. O yedirgen teke diresin al. Ay kariyamda bastau, kayran jastır çalın. Ay bereketli. Ay karvan dostluğunda bir kişi var eken. Dur. Oğlum sekiz. Jastlar, ortacağız. Özkan'ın ballar arasında bular. Bunlar sizler kütürdür, şeşmişeceğiz, andrak gidi bular. Ya. Buna bu heyla sürülmüş, al. Jas görülür. Sol ömür göreyim, bana oğlumdan görmeyeyim ya. Oyunuzun sol ömür göreyim, otur. Jas görülürün arasında. Başma, taneme. Ya. Su koyunlar, ha, su koyunlar. Dolara benzetemiz. Buğundan başlar, buğun kayırma, ha, koyun. 1, 2, 3, basta. Ay bereketli. Endi jas şiklerin arasında. Bol. Күрестірмесін бұл Oyun işin kadar. Oyuncu қазір шынайы несі болады. Ya балалардың arasında екі бала келші. Кішкентай. Болашақ чемпиондар отыр. Gel. Almaz. Мына жаққа бір бала. Mine. Al. Күш атасын танымайды. Gel, sen de bırak sana. Gel. Қол көресіз. Жоқ, ол не үшін қой қазір? Давай, тез. Түсіргі күш. Бастай салыңдар бұл. Koş, bastır. Ay bereketli. Екінші жұп. Мынау бір өтесің. Kişkene vallahi. Bek bola.
Şuraya bir ekran arka bir öngen. Sol dostu gibi. Ağzından üst üste var. O sol kopanlar arasında. Tırgı orada, tırgı. Dostu gibi oturamız dol. Boş gitmeye yapalım. Hey yeke. Koş. Vay bereket. Bereket çok rahmet. Kongres dostlarına ayaklandı. Gazeteler geçmişe finalda çıkanlar andıraktı derim. Degen berekenin bet bedeli. Konakka jambazlardı bas müziğin bizden Kazak ejelden tek geledi. As gele жатыр, bas gele жатыр ağay. Ülken az gelip жатыр. Endi жаңбырды жеп батамен елге өретпек болса асқа батаны. Ақсақалдарымыздан алғымыз келіп отыр. Оралбай ата қайда отырсыз? Ya, сол үстінен алақан жайып аққа талсақ деп отырмыз. Асқа батаны Оралбай атамыз берейін деп жатыр ағайын. Ya, сондықтан алақан жайып дұғалы тілекке сай болып отырыңыздар. Amin ata. Navruz bereketi kutlu olsun. Var karatuşu Kudayım, akımda danasымен sakla, yerimde danasымен sakla. Sabide anasымен sakla, azamatlı sanasымен sakla. Jurtumdu kasret kaygıdan sakla, kerengi adamды өріш малмен sakla. Халыққа төнген қауіптен сақта, табиғи апаттардан сақта. Уағалым бауырым күтің болсын, сарқымас күтің болсын. Жеріміз ырысты болсын, тең даламыз берек болсын. Елбасы бірлікке себеп болсын. Жапар ел жары болып, баталарымыз қабыл болсын. Амин Аллах. Аллаху Акбар. Ай бәрекелді, осындай қазбалық аттарымыз аман болсын. Балалар қайда? Асық ойынына қатысатын жігіттер келіңдер менің қасыма. Асық ойынына қатысатындар. Асықты жүргізетін төрешілер қайда? Келіңіздер. Жігіттер ғана қатысады асық ойыны. Асық ойыны не екенін білесіңдер ме? Қазір білесіңдер, доп ойнаған тозады, асық ойнаған озады болып тұр қазір бәрінен. Асық ойнаймыз, ұлттық ойынды жаңғыртамыз, телеарнаға түсеміз қазір. Асық ойыны бойынша қайда төрешілер? Балаларды бөліп алыңыздар, кезек-кезекпен. Мына кремнің үстіне тігейін, или мына жерге тігесіздер ме? Баздар болады, иә? Үшеуі тимеді, болды. Сіздер күте тұрыңдар, келесі үшеуін көреміз. Кезекпен атамыз. Бірінші сен ат, не? Үшеуі, келесі үшеуі. Мына мергендер қайда асты, ай, осы күнің балалар асық ойнамайды, мен 6 метрден тегізердем кезінде ал. Енді сені көрейік, ал тимер. Келесі. Тимер, көксақаны берші маған. Анау да тегізбекті. Міне азамат. Келесі тегізбегендер көріңдер. Атпағандар. Суға тартайық. Балай атым керек қой, мен бір көрсетіп жіберейін. Бірден екеуін тегістім. Қол соғып көрмейсің. Атамыз, кезек-кезекпен атамыз. Атпағандар, ал көреміз. Бір ұпай, екі ұпай, тек ұпайдар қайнадан құлаған асықтарды орнына.
Қара жорға билейміз, жеңімпаздарға сыйлық беретін боламыз қазір, қара жорға, кішкене балалардың арасында. Балалардың арасында. Балалардың арасында, кішкене қыздар. Міне жігіттер жүр, билейміз, ал. Сыйлық қазір үзілісте болады, жарай ма? Қазір тамақ жеберді, ет жеберді. Ет жеуден жақсы болып жатырған жерде. Астан дәмінен алып отырыңыздар. Осымен біздің енді бағанағы Астана телеарнасынан келген журналист операторларымыз түсірілімді аяқтап, осы күрестіктердің наурызын жар салып жаһанға жеткізуге асығып жатыр. Сондықтан енді қазақ деген халық білесіздер, дәм-тұзден аттамаған, салт-дәстүрді сақтаған халық. Оның ішінде күрестіктердің де өзінің ерекше дәстүрге бай, қасиетті қонағын сыйлайтын ел екенін білесіздер. Сондықтан осындағы барша күрестіктердің атынан Кемелбек ағамыз бен Алтын тәтемізді шақырып, сол журналист бауырларымызға наурыздың кәдесіен тартып өтуге рұқсат етіңіздер ағайын. Ретіңізде қол соғып қойыңыздар. Бәрекелді. Мынау енді сіздер біле жүріңіздер, сол Астана телеарнасынан арнайы түсірілім жасап жатқан ұлыстың күні жақсы көретін Гүлжан Серікқызы қарындасымызға бір қол соғып қойыңыз. Келесі оператор бауырымыз ең керемет сюжеттер жасап жатқан Ерелхан бауырымызға да бір қол соғып қойыңыз. Басына тақия кигізіп қойыңыз, күрестіктердің атынан Кемелбек ағамыз міне. О, мынандай ұлттық мінеки, ұлттық сөмкесін сыйлап жатыр. Алтын тәтемізге бір ауыз сөз берейін. Құрметті, қасиетті халқым, күрестен келген барлықтарыңыздың наурыз мерекелеріңіз құтты болсын, ұлыс оң болсын, ақ мол болсын, бастарыңызға бақыт келсін. Сонымен бірге мына Астанадан келіп, телеарнадан келіп түсіріп жатқан бауырымызбен сіңілімізге көп рахмет. Біздің мерекемізді тойласып жатқан азғантай наурыз кәдесі, бұл біріншіден осы жалпы күрестіктер атынан бұл кісілерге берген мерекелік сый болса, екінші біздің өзіміздің құт компаниямыздан өндіріп отырған өзіміздің қазағи нағыз тауар. Басқа үлкен дүниелер ұсынсақ та болар еді, бірақ бұл өзіміздің ұлттық өнім болғандықтан, өз қолымыздан шығып жатқандықтан естелік ретте осы наурыздың құрмет үшін беріп жатырмыз. Қабыл арқайсыздар, сіздерге рахмет. Біз жалпы күрес халқының атынан
және қазақ халқының атынан сіздердің осылай аман сау жүре берулеріңізге тілектеспіз. Бауырым бас киімің құтты болсын, үлкен бастық болып, үлкен жерлерде жүріп қазақтың басын қосып жүре бер. Сіңілім сен де гүлдей жайнап осылай ұлттық өнерімізді қозғап жүре беріңіздер. Енді құтты болсын. Енді бір жақ әдейі беріп отырмыз, Алматында салмағы бар дегенде жақсылап сюжетті күшті жасасын, бізді жарқыратып әдемі көрсетсін деп сөйтіп жатырмыз. Иә, қалжың ғой бәрі. Наурыз қалжың айтып жатырмын мен. Наурыз сый беріп жатырмыз. Бүгін не айтсақ та жарасады. Сондықтан рахмет, шығармашылық табыс тілейміз сіздерге. Келер жылы наурызда тағы күтеміз деп қойсын. Рахмет, қол соғып шығарып салайық. Ардақты ағайын, Астанадан алып отырмыздар. Сіздерге тағы да бір керемет өнерпаз бауырымызды шақырып, өнерін сіздерге ұсынайын деп отырмын. Осы ортамызға келіп отыр. Күлгінесінің тумасы, өз жерлес бауырларымыз Оралбай Бағжан деген азамат келіп отыр. Осы кешке жерлестеріме, өзімнің ата жұрттағы ағайындарыма бір әнімді салып кетем дейді. Бұл өте өнерпаз дарынды жігіт. Мен жастайынан бұл жігітті білем. Қазақтың қара домбырасын көмірлетіп, алты алашқа әлемге танытып жүрген азамат. Бүгін Құдай қаласа, бүгін кеште Қазақстан Республикасының атынан Сауда Арабиясына барып, үлкен өнер көрсетейін деп отқан жігіт. Сондықтан қол соғып қошеметтеп, осы Бағжанның өнеріне ақ баталарымызды беріп, реті келсе демеушілік жасап отырамын. Жолында бара жатқанда су алып ішсін деп арабиянстық білеміз. Сондай демеушілік жасайтын жатсаңыздар, тіпті дұрыс үстінде дұр. Ау деп қол соғып қошеметтеп, өркен бауырымызға, Бағжан бауырымызға бір өнер өркендесін деп арқасын қыздырып қойыңыздар. Бағжан қандай өнер айтамыз? Молдабай. Söyle söz gelgende yorgun altında tağalanan çorbaday. Söyle telep çalıp bağışadıracak salakta. Belgenin aytmasan tınlar sözün vermegen. Sözünden kar kaldıkta. Aylarında yanıkta, uğuzday şalıkta, uçaksın benim şamandı. Kavzırmacak kızıltın öpüşünde yanıkta. Moldabaydın ededim, moldabaydın ededim. Bozdayılı ben sazan, toprağım sen edin. Ay yapap, oy yapap, oy. Kara жерде пар етпей, өмір жауып шөміспей, жердің сәні келмейді, уақыт ұшын қазылмай, көлдің сәні келмейді, молдабайдың әнедім, молдабайдың әнедім, осылайлығы бән салсам, топырағымды сәнедім, ой, стол бері қалдырасын ғой деймін. Рахмет, Бағжан бауырымыз бүгін Арабияға барады. Бағың жанып, арабтарға қазақтың өнерін танытып қайта ғой. Жолың болсын айналайын.
артынан жомарт ағаларың болса хабарласа жатар. Енді біз осы байқауды жылдарға қарағанда шәкәрім атамыз айтқандай бұл той, бұл ән басқадан өзгерек демекші, бұл тойда басқа тойға қарағанда ерекше той болып жатыр ағайын. Наурызда жарқыраған жасыл от бар, адамдар қалай сүйген қасиет бар. Ұлтымның салт дәстүрін жарқыратқан, жырында жүрек тербер өсиет бар деп, енді осы бүгінгі байқау аясында, басқосу аясында өткізіп отырған дәстүрлі ән байқауын сіздер етшеп отырғанда бастасақ деп ойлаймыз. Осы барлық байқаулар бойынша жеңімпаздар марапатталады. Оны марапаттап жеңімпаздардың есімін алғыс хаттарға жазатын байқаудың төрағалары, Әділғазы алқасының төрағасы Әділ Пәзілхан, оның құрметті мүшелері Нұрдан Қазаға, Қайрат аға, Бақыт Қазы, Тұрсынбай дәде, Алтын дәделері болады. Өнерпаздардың бағанағы бауырсақ байқауына қатысқан барлық байқауда жеңімпаздарын дұрыстап қадағалап, ат жөндерін жазып марапаттауға сіздер дайын отырыңыздар. Дәстүрлі ән байқауы бойынша бақ сынайтын Аманбек Әуелханұлы деген ағамыз бар. Бар ма ол кісі? Әуелбекұлы, Аманбек Әуелбекұлы бар ма? Бар болса жақындаңыз. Бұл кісі енді дәстүрлі әннің байқауын бастап берейін деп отыр. Содан кейін дәстүрден бойынша Бақытнұр Әбілез деген Алаш аспанын ән қалыптатып жүрген азамат бар. Сол үйдегі жеңгеміз бар, арнайы бүгін келіп отыр. Атыраудың қызы болса да Гүлгүлестің туын көтеріп жүрген жеңешеміз. Келесі сонымен бірге Серікжан Ысқақбекұлы деген бар ма? Дайын отырсын, бар болса, просто хабарлап жатырым. Бірінші қазір енді Аманбек ағамыз дайын беген, бар болса менің қасыма келсе, домбыра бар ма? Ол кісі білесіздер, Шынжаң халық радиосында дикторлық қызметтер жасаған, қазақ елі Талдықорғанға келіпті, қазақ мәдениетіне көп үлес қосқан, қазақтың баласына өзінің өнерін шашып жүрген азамат ағамыз, Аманбек ағамыз дәстүрлі ән байқауы бойынша бүгін бақ сынап сіздерге әдемі әннен тартып өтейін деп отыр. Қабыл алыңыздар. Оған дейін Бақытнұр Әбілез дайын отырсын. Жеңгемізге осыдан кейін иншалла дәстүрлі әндерді сразу жібереміз. Бірден ет отқан кезде. Енді осы керемет қазақтың Наурызының сәні мәні ол Наурыз көже. Сондықтан астан алып отырып, Наурыз көжеден дайын болса, әкеліп жақсылап, дастарханға таратсаңыздар болады, Наурыз көже дайын болса. Оны жасаған кісілерді қолына Құдай деп бермесін, артынан тағы атап айтамыз сол жағын. Келіңіз Аманбек аға, көп күтіп қалдық, уақыт алтыннан қымбат. Шын өнерпазға оң солды бәрібір дейді, енді өзіңіздің туған халқыңыздың алдында бір өнеріңізді көрсетіп жүріңіз. Ассалаумағалейкум, Алла сәтін салсын. Бір микрофон қайда? Бір. Екеу. Ассалаумағалейкум, барша үлкен кісі, төрде тұрған ақсақалдар, әделер, ағайын достар. Мереке мерейлі құтты болсын. Мынау арқадағы егеменді елдегі тойларымыз құтты болсын деп келейік. Арайта беретін мінекей арысын айтса үлкен кісілер айтып жатыр, әлі айтылады. Бізден бақытты халық жоқ, бізден бақыттылық жоқ деп ойлаймыз. Егемендігіміз мынау көк туымыз көкте жел бірген, мынау астанамыздың, елдің астанасы кешегі аталар бабалар аңсаған қасиетті күнге біз жеттік деп ойлаймыз. Міне, арқаның төріндегі асыр салып, өлгеніміз тірілгендей болып отырған, басымыз қосып жатқан қиын дастархан қашанда жақсылыққа жайылсын. Наурыз құтты болсын ағайын достар. Біз енді өткенімізді білмей, бүгінгі бағындай алмайтын шығармыз. Солда жаңа жарыс деп дәстүрлі өнер деп жатыр енді. Қолға да ұрыстап жүрген талай болса да күйбік тірлікпенен шертпеген біраз болды. Сонда да
кешегі осы күндан саған алаштың үлкен қайраткері Мағжан Жұмабайдың көп айтыла бермейтін Абақтыда деген әні бар. Бүгінде бауырларымыз осы күнді кешіп жатқан шығар деп бүгінгі тойда шашып өтейін. Қожабектеріңіз қарай. Рахмет. Аманбек ағамыздың аты жөнін тізімдеп әнғазалқалары өнеріне бағасын беріп отырмыздар. Келесі мүркеріміз Бақыттыр Әбілез. Осы қазақтың қара домбырасының қадірін білетін азамат. Кезінде радиодан, бүтін телевизордан сол жақта алаш аспанын ән қалықтатқан, қазір осында да үлкен өнердің шаңырағында өнер көрсетіп жүр. Міне Бәкең арнайы ұлттық киімге киініп, домбырасын алып, арнайы келіп отыр. Келіңіз Бәке, қандай ән орындайсыз бүгін? Халыққа бір ауыз тілегіңізді айтып, әніңізді жолдасаңыз болады.
Assalamualaikum. Armıstan oyun. Navruz berekesi kutlu olsun. Toy olasın. O da sizlerin hürmetlerimizge Kangar Çoğunlu atamızdan yani hoş gelin ayıp bireyim.
жақтағы әнді еске түсіріп отқан шығар. Жұп болсын ба? Бәрекелді Айша би ансамблі да. Бәрекелді ағайын, астан дәмнен алып жеп отырмыздар, көңіл күйді көтеріп өнерпаздардың өнерін бағалап отырмыздар. Қалай көңіл күйлеріңіз жақсы ма? Ой, бетін менің қазақтан дауысы шығады еді. Мен қазақ болып қалады дейді. Қазақ айтады, ас асқа дейді. Бірақ әрқайсының орны басқа дейді. Құлақ баланікі, бас ағанікі, немесе құранікі, жамбас батырдікі, жақ қатындікі, жая жақындікі, таңдай әншінікі, тіл ақындікі, шұжық апамдікі, ми әкімдікі, қартасы нақ достікі, қаңқасы ақтөстікі. Ішіп жемеген жалағанға тоймайды, қыз көрмеген қарап қоймайды, тасбақада талақ болмайды, сараңбай 8 қойын санап болмайды, тазға тарақ берсең шашын тарап болмайды, сенбі жексенбі күні демалыс, не жұмыс, не сабақ болмайды. Екі асап, ет асап отырыңыздар, бір асаған тамақ болмайды. Етпен қарындарымыз тоқ, ниетпен жандарымыз тоқ болмадысыңдар ағайындар. Енді мынау тағыда келесі өзіміздің бағдарламамыз дәрмен қарай жалғастырайық. Келесі ортаға келіп отырған біздің өнерпаз жігіттер сонау іледен ұшып кеп Сарыарқаны шиырлап, қасиетті батыс өңірде кіші жүз батыр елдің қызын алған, бізге сондай керемет өнердегі жеңге сыйлаған, күрестің еліне керемет өнерпаз келін сыйлаған, біздің бақытты Рәмілез ағамыздың үйіндегі жолдасы, қазақтың даласында ән қалықтап жүрген өнерпаз қыздарыңыз Жолбаева Жанат сыпыра жыраудың термесін орындайды сіздер үшін. Қандалыңыздар. Бір орынды әкеліп жеріміз. Тағы бір микрофон беріп жер. Барекен, барекен. Бәрекелді онда.
келсет, спрашивалдың термесіне бір батыстан бір термелетіп алайық енді. Біз шығыстан келген халықпыз. Шығыс пен батыс тоғысып, бақытты дүниеде орталық болып жатыр қазір. Келесі. Келесін. Домбырамен бір көрдік. Енді келесі халқылардан бір көрейік. Бұл өте өнерпаз. Бақыттыр ағамызды талғатпаз ғой. Тек қана домбыра тартатын келіншек танбайды, қарап жүріп өзі, талдап жүріп, сан өнері бар. Сондай жеңге тауып берген ғой бізге. Енді полқылардан бір көрейік. Я. Ой, әнін тыңдағанда аз болмай атқандай, ой, не деген адамдар. Қазір Біржан деген азаматымыз бар біздің. Сәлем деп бола жатар енді. Сәлем саған еге көрімдік кетеді. Oh
barakeldi. Örgünümüz ötsün. Kölgünöstün kelinde bulgusu bilesizler. Ardaqta ağayın aslan demden alıp oturunuzlar. Babalarımız aytат, ata-ananın qadırın balalı bolganda bilirsin. Ağayının qadırın çalalı bolganda bilirsin. Eki ayaktın qadırın aqsaganda bilirsin, 30-tün qadırın qaqsaganda bilirsin. Бұл өмірдің қадірін қайтарымда білерсің, ал ақ тілектің қадірін айтарымда білерсің деген. Сондықтан ұлыс күні шұрқырасып, көрісіп, төс қағыстырып, қол алысып, керемет бір-бірімен қауышу мерекесі болады. 14 наурыздан бастаған екен бұрын бабаларымыз. Түркілер керек болса 1 наурыздан бастаған дейік ұлыс күнін. Осы дәстүріміздің батыста өте жақсы сақталған. Абал мерекесі, қауышу мерекесі, көрісу мерекесі деп 14-нен бастап 31-не дейін тойланады екен. Енді бізде бүгін кеш емес, соның тура ортасында тойлап жатсыздар, құтты болсын. Енді осы бүгінгі бас қосуға арнайы келіп отырған құрметті қонақтарымыз бар. Осы барша әлем қазақтарының қара шаңырағы, дүниежүзі қазақтар қауымдастығынан келіп отырған, үлкен әлем қазақтары үшін жұмыс жасап отырған Қарлығаш апайымыз осында келіп отыр. Сонымен бірге осы ортамызда, келіңіз Қарлығаш апай, Астана төріне алғаш келіп жүрген үлкен кәсіпкер, жерлес бауырларымыз Сәулет ағамызды да ортаға шақырып қояйық, бір-ақ тілекке. Қош келдіңіз апай. Ұлысымыз, наурызымыз құтты болсын. Өз бауырларыңызға, жерлестеріңізге арналған бір-екі наурыз тілек сізден болсын. Құрметті бауырларымыз, бүгінгі наурыз мерекесі құтты болсын. Енді әз наурыз жылы айналып келіп қалған екен. Сол наурызда өздеріңіздің жүз көрісіп отырғаныма қуаныштымын. Өйткені бұл жыл басы өзіміздің төл мерекеміз. Сол мерекені осылай дүбірлетіп тойлап жатқан күнестіктерге мың сәлем, мың алғыс. Бұл той басқа тойдан өзгеше болып тұр, өзгешелігінде көріп қыстау өткеніміз. Төрт көзіміз түгел, қысқан қысылмай аман есен шығып, жүз көрісіп қауысып жатырмыз. Астананың төрінде, тәуелсіз елімізде бас қосып отырмыз. Осының барлығы біздің жетістігіміз, сіздердің жетістіктеріңіз. Елімізге сіздер арқылы үлкен үлес қосылды, сіздер арқылы үлкен күш келді. Қазақтың жоғалтқан, сағынған, аңсаған салт дәстүрі келді. Соның бәрін бүгін телеарнаға паш етіп көрсетіп жатырсыздар. Құдай беріп салғаны әлем тамашалап әлем көретін болады деп ойлаймын. Сондықтан сіздерге осындай тойда өздеріңізбенен сәл де болса бірге болып, сәл де болса өз үлесін қосқанына мен де өзім бақыт сезінемін, қуаныштымын. Аман болайық, мынау үлкен үміттеріміз, мынау бір кезде біздерде наурыз тойлағанда осылай кішкентай бала болып жүгіріп жүргенбіз. Мен өз оңтүстік өңірінемін, Байдыбек ауылынан домалаған ананың жерінемін. Сонда біз дәстүрді ұмытқан жоқпыз, біз оңтүстік халқы сақтадық дәстүрді. Наурыз келгенде қыр бөктеріне алып шығып, алаша төсеп, әр шаңырақ өзінің бір-бір табақ көшесін үлкен азарға құйып, бауырсағын алып келіп дастархан жайып, қайралар бөлек, жастар бөлек сондай наурыз тойлап өтетініміз бауыр есімізде. Соның сарқытын көріп өскенбіз, бүгін кішкентайлар көріп отыр, осы бүгінгі тойды ертең осылар жалғастырады деп ойлаймын. Сіздерге денсаулық тілеймін, бақыт тілеймін, ақжаулықты аналар, ақсақалды аталар аман болсын. Өсіп келе жатқан балапандар аман болсын. Наурыздан наурызға есен көрісуге нәсіп етсін. Ертең енді мен қалаға барып жасап өтейін. Ертең сағат 11-де Тәуелсіздік сарайында дүниежүзі қазақтар қауымдастығының наурыз мерекесі өтеді. Кішкентайларды алып, ата-әжелерді алып, сіздер де келіп қатысып тамашалап кетіңіздер. Бір-екі сағат, үш шара болады. Өнерпаздар болады, жерде концерт бағдарлама болады, және ойындар, қолөнер, сурет сайыстары болып өтеді. Сондықтан кіру тегін, есік ашық, наурыз көшеден наурыз келіп тамашалап қайтыңыздар. Амандықтар көрсек, рахмет сіздерге. Құтты болсын. Самарқанның көк тасы жібіген әз наурыз
машинаға да жетіп келді. Мынау ойласаңыздар, Алтай тауынан тартылған бүтін түркі халықтарының, сонымен бірге мынау парсы халықтарының, Жаңа Кавказ халықтарының 3000 жылдан бері тойланып келе жатқан мерекесі. Мынау енді СССР заманда біраз уақыт үзіліп қалғанмен 2010 жылдан бастап президенттің бұйрығымен осы наурыз мерекесі қайта қайта бұйырылды. Енді қарасаңыздар, бұл бір табиғи астрономиялық мереке, үміттің кеңірге мерекесі, діни де мереке емес, ұлттық мереке, бүтін халық тойланатын үлкен мереке. Барлықтарыңызға осы жаңа жылда үлкен табыс, үлкен бақыт, отбасыларға амандық тілеймін. Енді мынау өзіміздің күрес халқының сағыныш болған өзіміздің күрестің жігіттері, үлкен күрестіктер ол үлкен бірге басы қосып, берекенің басы деген осы. Мынау балық суда өзін еркін сезінсе, мынау халық дегенде өз отанында өзін еркін сезінеді. Сіздердің міне сонау шығыс халықтарынан алыстан, қазір қарасам Сарыарқаның төсінде үлкен Абылайхан үлкен ортада келіп, мынандай үлкен наурыз өткізу екінің бірде бера бермеген үлкен бақыт. Осы отырған жігіттерден ертең білесіздер, үлкен талантты адамдар, үлкен министрлер, үлкен өнер адамдары, үлкен осы елге еңбек ететін мықты азаматтар шығады деп ойлаймын. Қарасаңыздар, сіздердің бақыттарыңызда, еркіндіктеріңізде, тәуелсіз елде не істеп, не істесеңіздер де тек барлық мақсаттарыңызға қол жететін мүмкіндіктеріңіз бәрі жағдай жасалған. Ел бар, Қазақстанның өзінде өмір сүріп жатсыздар. Қарасаңыздар, қараңыздар, ол жақта біздің тек қана жеріміз қалған бөлімен, еліміз бәрі осы жерде, барлықтарыңыз күресте жүргендей сезініп қалды. Әр отбасының үлкен қуаныш, бақытты болыңыздар. Осы елмен бірге үлкен тәуелсіздігіміз жасай бересін, үлкен көктігіміз жеткіре берсін, ел аман болсын, наурыз мерекесі құтты болсын сіздер. Үлкен рахмет. Мен қасыма немеремді ертіп келдім сіздерге. Наурыз мерекесімен құттықтап, өзі бір әлем оқып берсін. 70-ші мектеп лицейінде оқиды. 100 жаңа есім жүлдесінің бас жүлдегері. Жігерлендіру немесе өзін бақытсызбын деп есептеген жігітке жауап. Сен жыладың, жігітім, күн көрдім деп тұрмыстың тапшылығын, қайтпады деп жүргенген жақсылығым. Сен жыладың, сенсін жасырағым, кім кішкентай баламды қасына алып, қырмызы күнім өтті деп сенгенім сатып кетті деп. Сен жыладың, аңғармай қалдың орды деп, қадамы сәтсіз болды деп, бір қаны соққы алды деп, бақытсыз болып қалды деп. Сен жылағын мен басы кетпедім, білем сенің тағдырын еркеткенің, білем сенің көркіңгіл жомарты едің, енді бүгін қалай бұл керкеткенің. Жарар күн ораларға, қарау керек бауырым саған алға. Басындағы бөрікпе орамалма, бөрік болса өстез басқа киген. Көз жасты көрсетпе жасса киген, көз жасты көрсетпе сұранамын. Әй жігіт сен маған ұнамадың, жас нәресе көруге тиісті емес. Әкесін еңкілдеп жылаған, әкесін түпкеріп құлаған. Ерлік пен емес жол қатар, екеуінің арасы бір ағын. Көз жасымды көрсетпе сұрамам, көтер қане басымды қалай мұның, боз болып еркектен бе барай бұның. Көтер қане басымды күніңді боз қойдызбедім, тағдырын неге сұрайтын саған, өмірдің барлық сәтсіздіктерін бақытсыздық деп кім айтты саған, тұлпарды сүрінбейді деп, асауды мүгілмейді деп, ақ көйлек кірлемейді деп, қарай жүйен аш қайтадан демейді деп. Кім айтты саған жұрттың бәрі мейірбан арайлы деп, жұрттың бәрі шындықты қалайды деп, бектар тақтайды деп, құсты орнатайды деп. Тоқырау білмес айыбыны, адалдық деген әлемнің ұлы байлығы. Бетіне жиған ұятты, әттеде бір күншіл бала сияқты. Түлікте осы баланы өкпелететіндер бар да, жұбанайтындар бар. Шен көретіндер бар да, ұнататындар бар. Арын салып қорғайтындар бар да, шанын салып қорғайтындар бар. Қиналып орындадыңға ойынды шығар көрске, өзін айтшы қаламдама жүйгінің бәр жеңіспен. Жігітке ғана жеткізбеді, өз сорың өзі жеткізе, өмірдің барлық сәтсіздіктері бақытсыздық емес, ендеше. Рахмет.
Бәрекелді ағайындар, құрметті қонақтар. Қарлығаш апай, Бексұлтан, біздің осы сіздерге мынау естелік болсын деп бүгінгі басқосудан азырақ өзі сіздер осындайларда құжатты жақсы көресіздер, және бұның қадірін білетін адамсыздар ғой. Осы барша өнерпаздарға біз арнайы орындар, дипломдар дайындағанбыз. Сондықтан сол естелік болсын, осы тарихқа қалады ғой осы қағаз деген нәрсе. Құрметті Бексұлтан Қожамұратов Астанадағы күрестіктердің әз-наурыз мерекесіне белсене қатысып, көркем сөз оқу байқауында сәтті өтуіне үлес қосқаныңыз үшін шын жүректен алғыс білдіреміз. Шығармашылық табыс тілейміз. Ұйымдастыру алқасы 18 наурыз Астана құтты болсын. Қолды алып қойын, өнері көркемдей болсын. Жолдарыңыз болсын. Бәрекелді ағайын, енді біздің өнерпаздарымыз өте көп. Қазақстанға танымал болған жұлдыздар осында келіп отыр. Бағанадан бері о кісілермен бірге наурыз көже ішіп, тамақтарын жеп қазір бағына келді. Енді сол тұлпарларды сіздердің алдарыңызға бірден шақыратын боламыз. Алаш аспанына ән қалыптап жүрген әнші қыздарыңыз Әлфира Әбдірахманова сіздерге арнап ән жолдайды. Қабыл алыңыздар.
шығарып еткелі тұрған әнім осы 2017 жылы тұсау кескен Дәурен-ай деген ән қабыл алыңыздар. Композитор Халық Ризабек ағамыздың әніне жазылған. Сол күндері ортаға билік деген жастық жабылса келіңіздер. тағы да сіздердің осы ұлыстың ұлы күніне арнайы келгендікке сол кісілерді шақырғымыз келеді. Халық Ризабек деген керемет өнерпаз, сазгер, бағана әнін, сол кісінің әнін тыңдасаңыздар, енді өзінің орындауындағы болады ма? Я, ол кісі енді бағанағы керемет ән екен, жүректерге жол саған. Осындай әдемі әндер жазған Халық Ризабек деген ұлдарыңыз. Я, қазақ радиосында, басқа да осы қазақ телеарналарында, қазақ руханиятына осы үлес қосып жүрген өнерпаз, сазгер ұлдарыңыз Наурызбен құттықтап келіп отыр. Келесі кезек осы кісі өз аузынан. Я, құттықтап отырмайық. Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Наурыз құтты болсын. Осындай жақсылықта басқа сатын болайық. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Тек осындай жақсылықтар бола берсін. Бүгін мына өзімнің құрдасым Бақытқазы осылай тапсырмамен айтқаннан кейін арнауы шашбауын көтерейік деп келіп отырмыз. Бұл жақта Әділ аға бар, бәріміз
Öte жақсы өтеміз, сондықтан сіздер билеп отырыңыздар, біз жақсы әндетіп отырайық. Қабыл алыңыздар кәне. Bәріміз еркелеп жүре берейік, еркеледі деген әмген. Алға бере кеттік. Сезімнің
рахмет сізге. Бақыт болсын.